Сәлеметсіздер ме? Бүгін физикалық практикум бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Енді бізде бірінші тапсырма. Бұл жұмыста сіздер трансформатордың орам санын эксперимент жүзінде анықтайсыз. Экспериментті орындауға қажетті құрал жабдықтарды жазыңыз. Бізге қажетті құрал трансформатор, айнымалы кернеу көзі, вольтметр, оқшауланған ұзын сым және қосқыш сымдар қажет. Яғни біз қажетті құрал жабдықтарды жазып алдық. Келесі екінші тапсырма. Енді келесі жұмыстың орындалу жоспарын құрыңыз. Бірінші, трансформатордың өзекшесіне ұзын сымды ораймыз. Үшінші ораманы жасаймыз. Екінші, бірінші орамаға айнымалы кернеу көзін қосамыз. Үшінші, осы вольтметрдің көмегімен барлық орамадағы кернеуді өлшейміз. Төртінші, орамалдағы орам санын анықтаймыз. Енді орамадағы орам санын біз төмендегі формуламен анықтаймыз. Эксперимент жасау барысында қолданылатын формуланы жазыңыз. Яғни U1-дің O2-ге қатынасы, N1-дің N2-ге қатынасы. Енді алынған мәліметтерді енгізу үшін кесте сызыңыз және алынған шаманың белгіленуін жазыңыз. Біз 5 рет өлшедік. Бірінші орамадағы орам санын 20 деп алдық. Бұған кіретін айнымалы кернеу көзін өзгерттік әртүрлі қылып. Бірінші жағдайда 10 вольт, 12 вольт, 15, 18, 20 вольт. Және шығатын кернеудің мәнін вольтметрмен өлшедік. Және де біз екінші орамадағы орам сандарын сәйкесінше өлшедік. Осы орамдар санының барлығын қосып 5-ке бөлетін болсақ, біз оның орташа мәнін аламыз. Енді осы орташа мәннен әрбір жеке мәндерін алып шығамыз. Бұл бізде абсолют қателік деп аталады. Абсолют қателіктің мәндері. Сонда бізде мысалы 43-тен 40,8 алатын болсақ, 2,2 жуықтап алған кезде, сонда біз жуықтаған мәндерін жазамыз. Сонда біз мына жерде жазамыз. 2,2 болады екен мына жерде. Мына жерде 1,1. Мына жерде 0,8. Мына жерде 0,2. Мына жерде 1,8. Енді осылардың барлығын қосып 5-ке бөлетін болсақ, бізде орташа мәні тек қана бір-ақ мән шығады екен. Ол біз сонда бұның орташа мәнін есептесек 1,2 болады екен. Осы кестені толтырамыз. Енді біз ары қарай келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырмада былай деп жазылып тұр. Экспериментте кернеудің мәнін анықтау үшін біз кернеудің мәнін анықтаған жоқпыз. Орам сандардың мәнін анықтадық. Осы алынған мәндерді пайдаланып, абсолют қателікті және жоғарыда есептедік. Енді салыстырмалы қателікті есептейміз. Салыстырмалы қателік эпсилон тең. Яғни жоқтап аламыз 2,2-ні 2-ні бөлеміз 41-ге. Сонда көбейтеміз 100%-ге. Сонда бізде тең болады. Абсолют жаңағы салыстырмалы қателік 5% болады екен. Сонда N1-ді жазып қояқ мән 41 плюс минус 2 эпсилон тең болады 5%. Яғни мынау астында плюс минус 2 дегеніміз бұл абсолют қателік, ал мынау бізде салыстырмалы қателік. Сонда жұмыс барысында біз мынау абсолют қателікті есептедік, және де салыстырмалы қателікті сәйкесінше есептедік. Берілген кестені толтырамыз.